Балалар, сіздердің барлығыңыз да жұмбақ шешкенді жақсы көресіз бе? Жарайды, олай болса, ойымызды жинақтап, берілген жұмбақтарды ойлана отырып, шешуін табуға тырысайық. Олай болса, мұқият тыңдаймыз. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Өте жақсы. Дұрыс-ақ балалар. Бұл жұмбақтың шешуі әрине су. Отқа жанбас, суға батпас. Жарайсыздар балалар. Бәрекелді. Шешуі мұз. Келесі жұмбағымыз. Тырсылдап түседі, жер бетіне жетеді. Жер бетіне жеткен соң ғайып болып кетеді. Жарайсыздар балалар. Әрине, шешуі дұрыс-ақ бұршақ. Мамықтай ұлпа, қанттай ақ. Қыста жер бетін басады, жазда тауға қашады. Жарайсыздар балалар. Әрине, дұрыс-ақ балалар. Шешуі қар. Жарайсыздар. Өте жақсы балалар. Ал жаңағы жұмбақтың шешуінде айтып кеткен су, мұз, бұршақ, қар. Бұлар біздер табиғаттан көріп жүрміз. Ал мұз, бұршақ, қар еріген кезде неге айналады? Есімізге түсірейікші. Судың неше күйі бар еді? Ойланып көрейік. Дұрыс-ақ балалар. Судың 3 күйі болады екен. Сұйық, бу, қатты. Біздің жұмбағымызда айтып кеткеніміздей, мұз осылардың қайсысына жатады? Дұрыс-ақ балалар, ол қатты күйіне тұрады екен. Ендеше, осы мұз, қар, бұршақ жылдың қай мезгілдерінде кездеседі? Бәрекелді. Әрине, қыс, күз мезгілдерінде кездеседі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы суыр сұңқар, су қайда? Ертегі. Сабақтың мақсаты. Кейіпкерге хат жазасың. Барлығымыз ертегіні тыңдауға дайын болайық. Суыр сұңқар, су қайда? Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырыла шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар, мақтаншақта екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, 4 аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жола ие болуды мақсат етеді. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да, кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен ақ қарасын үзіп зулай жөнеледі. Сиырдың соңында желдей жеткіп, ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға су беру үшін суыр тосып отырады. Бір кезде оза шауып, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, суыр сасық, су қайда, дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр, сиыр, сасық су мұнда, деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан әрі қарай шапқылай жөнеледі. Әрбірден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. Суыр сұңқар, су қайда, дейді еркелетіп. Жылқы тұлпар, су мұнда, деп суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстай ұшып,
самғай жөнеледі. Сасық, лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырқты асқан соң, ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап, жүгіре алмайтын күйге түседі екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні, өзінің астамшылық етіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінгені екен деседі. Ертегінің қалай аталып тұрғанына мән бер. Қай кейіпкерге қатысты айтылған? Дұрыс-ақ, жылқы. Жарайсыздар. Олай болса, келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Берілген тірек сөздер қай кейіпкерлерді сипаттайтынын тап. Олардың іс-әрекетіне өз көз қарасыңды білдір. Өзің не қосар едің? Әрине, кербез, тәкаппар, мақтаншақ бұл сиырдың бойындағы қасиеті. Я балалар, жүйрік, желдей жүйткіген бұл жылқы. Жылқының бойындағы асыл қасиеттері деуге болады. Я балалар, ренжіген, көңілі қалған деп те айтуға болады. Бұл суыр. Үйге тапсырма. Ертегіні оқып түсініп алу. Кейіпкерлерге хат жазу. Хат жазған кезде оған 3-4 кеңес беруді ұмытпа. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.